инна хаза дина матин дейді. Шынында да бұл дін өте қатты мықты дейді. Фа ауғилу фихи бирифқин, бұл дінге жұмсақтықпен кірмейсіңдер ме дейді. Тіпті тағы да басқа бір хадисінде қаттылық танытқандар не істеді дейді, құрдымға кетті деп айтады. Дін ол не емес, ол біреудің ақылына салып өлшенетін қағида емес. Дін ол Алла тағаланың қойып қойған заңдылықтары. Негізінде мынандай бір сөз пайғамбарымыз айтады ғой, дүниелік мәселеде өзіңнен төмен адамдарға қара дейді. Ер адамға дейді ең ауыр нәрсе дейді, еңбегін құнсыздандырған дейді. Белгісіз бір жақшаның ішінде бір ғалымды тауып алады, жақшаның ішінде ол ғалымда емес, ол біреу тауып алады да, содан сабақ алып келеді. Исламға ең көп зиян тигізетін білімсіз мұсылман дейді. Ислам саған асфальт сама деп жатыр ма? Ислам саған Тесла ойлап таппа деп жатыр ма? Әлде ислам жаңағындай не деді? Интернет керек емес. Ауылда интернет керек емес. Ауылда интернет тұру керекпіз барлығымыз деп жатыр ма? Жоқ. Тап. Тегіз пайдасын. Ассалаумағалейкум қадірменді көрермен, кезекті подкастта сіздермен қауышқанымызға қуаныштымыз. Бүгінгі подкасттың спикерімен Елубаев Дәулет, және де бүгінгі бізде подкастымыздың сұрақтарын ашықтап түсіндіріп беретін елімізге танымал ұстаз, исламтанушы Елдос Жұмаділдә ұстазымыз. Ассалаумағалейкум ұстаз, қош келдіңіз. Уағалейкум ассалам, қош көрдік. Ұстаз, рұқсат болса уақытты созбай бірден сұраққа кірсек. Иә. Алғашқы сұрағымыз, ұстаз, қазіргі жастардың дінді түсінудегі ең жиі қателігі неде? Және де дін туралы ең көп тараған, бірақ қате түсінік қандай деп ойлайсыз? Ең бірінші қателік ол неде шығар? Адамның қаттылығында. Мен өзім сөйтіп ойлаймын, өйткені адам ең алғашқы бір намаз оқып бастап жатқан кезінде бір ол адамда бір не болады, дінге қатысты бір перфекционизм болады, максимализм болады, бір қаттылық болады. Сол кезде діннің бүкіл амалдарын орындаймын деп, бүкілін істеймін деп жаңағы. Сол кезде не істеп жатады? Былайша айтқан кезде жарысты қатты бастап, бірақ соңында финишқа жете алмай қалып жатады. Сол үшін жасырын емес, мен көп айтам, намаз бастаған 100% адам болса, мысалға бір 100 адам намаз бастады дейікші, соның намазын соңына дейін алып жүретін бүкіл емес та. Намазын орта жолдан тастап оқымай кететіндер бар. Неге? Өйткені бастапқы уақытта осыны қатты беріліп, қатты салынып, дінді сондай бір ерекше бір ықыласпен ұстағысы келді негізінде, бірақ алданып қалды. Ол жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның әйгілі хадисі бар. Ол кісі айтады, не дейді? Инна хаза дина матин дейді. Шынында да бұл дін өте қатты мықты дейді. Фа ауғилу фихи бирифқин, бұл дінге жұмсақтықпен кірмейсіңдер ме дейді. Жұмсақтықпен кіру керек. Сол үшін не істейміз біз? Жарысты асықпай бастаймыз. Ақырындап орындап бастаймыз. Бүкілін бірден жаңа мойнымызға жүк қылып алып алмаймыз. Басқа бір Бұхарида келетін тағы хадис бар. Бұл дінді ешкім жеңе алмайды дейді. Бұл діннің бүкіл амалдарын мойнына алсаң, сен өзің бұл дінге жеңіліп қаласың дейді. Бұл жерде де ғалымдарымыз бүкіл айтады. Ең бірінші қаттылыққа салынбау керек. Тіпті тағы да басқа бір хадисінде қаттылық танытқандар не істеді дейді, құрдымға кетті деп айтады. Мен ойлаймын осы. Сол үшін бастапқы уақытта осы жастарға, бауырларымызға кішкене бағдар беріп жіберетін бір жақсы бір ұстаз болса, бір кеңес беретін адамы болса, содан сұрау керек. Максимализмге салынбау керек. Дін ол не емес, ол біреудің ақылына салып өлшенетін қағида емес. Дін ол Алла тағаланың қойып қойған заңдылықтары. Солай біз өмір сүруге тырысу керекпіз. Бір ғалымнан сұраған екен, шариғат деген не деп. Сол кезде ол кісі былай жауап берді: шариғат деген Алла бұл әлемді қалай көргісі келетін заңдылықтар жинағы. Алла қалай көргісі келеді. Сен емес, Алла. Ал Алла нені қалайды сізден? Нені талап етіп деді? Көркем мінезді, жұмсақтықты, және де махаббатпен ықыласты. Қаттылықпен көпшілік емес. Сол үшін де не дейміз біз? Аздай болсын ықыласпен орындалған амал, көп ықылассыз, Құдайдың есімі аталмай Алла үшін орындалмаған амалдардан қарағанда әлде қайда жақсы. Осы нәрсені бір ескерсе ғой деймін.
Одан кейін тағы да бір кездесетін жиі бір қателік дегенде қалай, сол хикметтің жетіспеуі ғой, даналықтың жетіспеуі. Намаз оқиды да бірден жаңағы бас салып жан жағымен ұрсып, харам деп қырылысып, бір қарап отырсаң әкесінен қырылысып жатады, мамасымен қырылысып жатады, жандағы бауырының олар мені түсінбейді деп жаңағындай сөйтіп жүреді да, жаңағындай біреу ренжіп жатыр, ұстаз мен 2 ай уағыз айттым, ешқандай результат жоқ деп қояды. Мен айтамын, ойбой, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өмір бақи айтып келді ғой, 6 жыл уағыз айтқан кезде 40 адам дінге келсе, соның 40-шы болып Омар келіп атты ғой деймін да. Пайғамбардың жанында кімсің сен? Олай айтпа. Сол және де сен пайғамбар еще қалай, ол ең көркем жеткізуші ғой бұл дінді, ең тамаша жеткізуші, ең көркем сөздерді таңдаушы кісі да. Ал сіз ше деймін, біз біреуге уағыз айтуымыздың өзі бір ақыл айтып үйретеді, қандай бір сөгіп, жаңа нұқып, бүйтіп саусақты ұстап аламыз ғой, нұқып, сөйтіп жеткізіп атамыз да. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бізге оны үйреткен жоқ. Керісінше Алла тағала не дейді? وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ деді. Айтшы мен құлдарыма, бір-бірлерімен сөйлесетін болса, бір-бірлерімен мәміле жасайтын болса, ең көркем сөздерді таңдап тұрып сөйлесін дейді. Мысалы, мен сізбен сөйлесейін деп жатырмын. Сізге насихат қылайын деп жатырмын да. Мен ең жақсы, ең көркем, ең мейірімді, сіздің көңіліңізге тиіп кетпейтін сөздерді таңдап тұрып сөйлеу керекпін да. Егер де мен үйтіп істемесем, мен бұл аятқа амал жасамаймын. Ал енді Алла тағала бұл аятқа амал жасамасаңдар не болып кетеді? Ары қарай айтады. Инна шайтана янзағу байнахум. Араларыңа шайтан кіріп кетеді, бітті. Не істейсіңдер? Түбінде ақиқатты іздеген адамдар емес, жай ғана менікі дұрыс деп екі ит сияқты шапылдасып қана өте саламыз. Сол үшін хикмет керек, даналық керек. Осы орайда мынандай бір оқиға есіме түсіп отыр. Мынау шатаспасам бұл Сунан кітаптарында келеді, хадистерде. Абдулла ибн Аббас радиаллаху анху бір күні өйстіп отырады. Сол кезде бір адам кіріп келеді да, адам өлтіргенге тәубе бар ма дейді. Біреу адамды өлтіріп қойса, Алла оны кешіре ме дейді да. Сосын Абдулла ибн Аббас жоқ, кешірмейді дейді. Анау адам тұрады да, кетіп қалады. Жанында тұрған кісілер сұрайды, Абдулла дейді, сен не айтып отырсың дейді. Барлығымыз білеміз ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисі бар ғой, 100 адам өлтіріп қойып, кейін сондай үлкен тәубе қылып, Алла тағала оның тәубесін қабыл етіп, жаңағындай кешіргендігі бар емес пе? Сен негізі не айтып отырсың? Алла тағала іш нәрсені, Алла бұл дүниеде Алла үшін кешірмеймін деген қағида жоқ. Алла бүкіл күнәні кешіреді ғой. Бұл дүниеде ширк жасап қойсаң да, Аллаға серік қосып қойсаң да, кейін бірақ тәубе қылсаң кешіреді. Бірақ арғы дүниеге баруға болмайды да онымен. Оны ғалымдарымыз түсіндіріп кеткен. Яғни сахабалардың тарапынан Абдулла сен не айтып қойдың дейді да. Сол кезде Абдулла ибн Аббас бүйтіп айтады. Раайту фи важхихи ғадба дейді. Мен оның жүзіңнен ашу көріп тұрмын дейді. Ол не үшін сұрап тұр дейді. Ол біреуді өлтіргісі келіп тұр дейді. Егер де қазір мен оған тұрып, біреуді өлтіріп қойсаң, Алла тағала бәрібір де кейін кешіріп сұрасаң кешіреді десем, ол біреуді өлтірейін деп тұр дейді. Мен оның жүзінен көріп тұрмын ғой дейді. Сол үшін мен ол дәл қазір сол барып сол қылмысты істемес үшін кешірмейді деп айттым дейді. Ол не істемейді енді? Оны істемейді. Қараңыз, қандай хикмет, қандай даналық бір адамның өмірін алып қалып. Мына жақта осындай сөз сөйлеп жатыр. Сол үшін бізге жетіспейді. Мына қаттылыққа қатысты. Ана бір сахаба болады ғой, соғыста не істейді? Басын жарақаттап алады. Басын жарақаттап, басынан қан ағып жатыр бейшараның. Сөйтіп не істейді? Жүніп болып қалады. Жүніп болып қалған кезде сахабалардың барлық жиналып, саған жуыну керек деп бағана суды шұлдырлатып, ана бейшара жуынған кезде дүниеден өтіп кетеді, қайтыс болып кетеді ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, ойбай, бауырларыңды өлтірдіңдер сендер деп. Не бүлдірдіңдер деп жатыр да. Яғни ауырлық сәт болып жатыр. Яғни оның о жерде негізі оның жарасына су тимеу керек деген сияқты сөз шығып тұр. Жоқ, алды сөз не істеп жіберді да. Таямым соғып, намаз оқудың орнына алды да суды құйып жіберді. И сонымен осындай бір опасыздық болып қалды да. Сол үшін хикмет керек, даналық керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламаның бір нелері, бір өмірін оқыған адам болса, негізі кез келген адам, ол сол сіңет адамға. Сол кезде бір сөйлейтін кезде 10 рет ойланады адам дегенше.
міне осы нәрсе жетіспейді енді. Бірақ мен кейбір кезде ойлаймын, енді жас адамнан хикмет талап етуге бола ма? Ол өзі жас, ол енді келіп жатыр. Даналық деген қалай келеді? Уақытпен келеді. Біреудің адамдардың қателігін көрумен, жаңағындай адамның өзінің өмірден сабақ алуымен келеді. Жас адам кейде өмірден сабақ алмай жатады да. Сол үшін мен кейбір кезде де кішкене максимализм болып жатқан кезде түсіністікпен қараймын кейде. Жарайды. Бауырым түсінбей жүр ғой. Ертең бір-екі рет баспен ұрынғаннан кейін түсінеді ау деп қоямын. Бірақ білгенімізді бәрібір айтуға, түсіндіруге, жеткізуге тырысып жатамыз. Осы мәселелер. Ұстаз, біздің келесі сұрағымыз, қазіргі қоғамда материализм мен әлеуметтік желілер тақуалыққа қалай әсер етіп жатыр дейді. Және де ақпарат ағыны шексіз заманда жастардың рухани діңгегін қалыптастыруға қалай көмектесе аламыз? Жалпы әлеуметтік желі адам тақуалығына өте қатты әсер етеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалама негізінде мынандай бір сөз, пайғамбарымыз айтады ғой, дүниелік мәселеде өзіңнен төмен адамдарға қара дейді. Бірақ білім мәселесінде жоғары адамдарға қара дейді. Яғни білімге ұмтылыш дейді. Дүниеге қарай берсең, не дейді бізде қазақта, өгізге өгіз табылады дейді. Біреуді қарайсың, бай, одан да бар, одан да. Адамда қанағат деген ешқашан болмайды. Ал адамда қанағат деген нәрсе болмаса, ешқашан байымайды деген сөз. Өйткені қанша тауып жатса да жеткіліксіз бола береді. Сол үшін адамның нәпсі сөйтіп дүниеге қатты байланып қалады. Қанша берсең де тоймайсың. Не пайда? Мысалы ойлаңызшы, су ішіп алдың, ол сенің шөліңді қандырмайды. Тағы іштің, бөтелкелеп ішіп жатсың, 5 литр іштің, сенің шөлің қанбай жатыр. Онда сенің су ішіп жатқаныңнан не пайда? Дәл солай ғой. Егер де сізде қанағат деген жүрегіңізде сезім, Аллаға рахмет деген сезім, альхамдулилля деген бір сезімдер болмаса сіздің жүрегіңізде, онда сіз қанша дүние тауып жатқаныңыздан ешқандай пайда жоқ. Дәл осы қанағат деген нәрсені құртатын, біз кімдерге же подписка қылып қоямыз да, миллионер, миллиардерлар сияқты өмір сүріп жатқан. Күнде қазір анандайлар шықты ғой, білесіз ба, үйінде тренировкасын жасайды да, бетін мұздай суға жаңағындай бүйтіп не істейді да, жаңағындай үй есіктің алдына шығады да, жаңағы Бугатти тұрады, Мерседес тұрады, жаңағы Ламборджини тұрады да, сосын бүгін тұрады бір кілтті таңдайды да, жаңағы Ламборджинимен барам дегенде. Сосын мынандай Прададан сумка ұстап бара жатады, тренажерный залға кіріп дайындалып үйге келіп қайттан. Лосось бар ғой, балық бар ғой, сонымен жаңағы анандай сондай завтракта жаңағы сондай бір жейді, диетический тамақ. Сонымен күшті ұйықтап жатады да, жаңағы әйел жақта. Мен тура мынау неге өмір менде жоқ, мынау анада бар, менде жоқ деген сияқты ғой. Ешқашан түбі жоқ та оның ше. Сондай бір жігіт болды, қатты жүгіріп жатады да ше. Видеода енді қатты жүгіріп жатады бір жігіт ше. Сонда басқа бір андай бір простой бір блогер бар тұғын, сол екеуі жарысып одан озып кете салған ғой. Сол айтайын дегенім, бұл аят білесіз бе? Бұл іс әрекет инстаграмдағы болып жатқан біздің шайтанның мына бір уәдесіне ұқсайды Құрандағы. Қала рабби бима ағуайтани ла узаййинанна лахум фил ард дейді. Құдай дейді, шайтанның реніші. Бұдан алдыңғы аяттар Алла тағала бар кет дейді. Сен қолдың дейді. Сен рәжім соғылған, лағнетке ұшырағандардың қатарынан болдың, бар кет бар дейді. Құдай маған уақыт бер дейді. Қияметке дейін болам дейді. Бар жайды уақытымды бердім, құры дейді Құдай. Сол кезде енді жаңағындай бұл тұрады да, сен мені үстіп қуып жібердің ғой дейді. Сен мені үстіп, мені ренжіттің ғой дейді. Мен сол үшін де сенің құлдарыңа жердегі нәрселердің, көп нәрселерді әдемілеп, сәндеп, узаййинан, анандай көздеріне жылтырлатып, әдемі қылып көрсететін болам. Не үшін? Адастыру үшін. Мен оларды адастырамын дейді. Ол оның уәдесі. Шынымен қарайсың да. Мысалы қараңызшы, біреу өйстіп әдемі өмір сүріп жатады да, күшті посттар, күшті Дубайда жүреді, Парижда жүреді, покупкалар жасап жүреді, күйеуімен бақытты да, чик бір күн ажырасып жатады да. Демек ол не нәрсе? Ол өзінің өміріндегі бақытсыз, ұрысқа толы, көзге жасқа толы сәттерін салмаған деген сөз. Шайтан сіз не деп алдап қойды? Сен бақытсыз өмір сүріп жатсың, мыналар бақытты өмір сүріп жатыр. Сен бытшыт батпан құйрық, елдің барлығы дамып жатыр. Сен ғана деп, сол үшін стрессқа кіріп кетеді тәбет жастар. Стрессқа кіріп кетеді, сөйтіп жүреді. Ол, конечно, саған әсер етеді.
Сол үшін мен айтпаймын Инстаграм қарама ойбай деп айт. Бірақ осы нәрсені алданып қалмау керек та. Бұның барлығы әшейін не екенін білу керек. Показуха, кино, маркетинг, мода. Әр адам ақша тапқысы келіп жатыр. Сенің басыңа келген сынаққа байланысты. Сен дейді, ана көресің да, сен дейді, мен сияқты өмір сүргің келе ме дейді бір күні. Иә деп отырасың жаңағы. Ендеше деп жаңағы не курс шығады, не кітап шығады, не басқа подписка керек болады, не жаңағындай өзге де сенен ақшаны шығарудың жолдарын көрсетеді. Сол үшін алданбау керек. А біз алданып жатырық. Өйткені не? Көндік, сендік. Сенбеу керек. Әр үйде өзіне сай сынағы болып жатыр, ауыртпашылығы болып жатыр. Өзіне сай жаңағындай нелер болып жатыр, жүрекке тиетіні, ауыратын мәселелер болып жатыр. Просто сен оларды көрмейсің. Сол үшін мен всегда айтамын, отбасының бақытты болуы деймін, әр отбасының бақытты болуының үлкен формуласы өзгелермен салыстырмау. Мына отырған еркек өзінің әйелін өзге әйелдермен салыстыруды тоқтату керек. Салыстырма. Бұл индивид, Құдайдың саған берген сыйы. Оның өзіне Құдай саған соны қосты. Алла тағала сені сонымен жарғыл қос. Оның өзіндік бір кемшіліктері бар, көзін жұмасын. Плюстарына қарайсың да өзің сонымен өмір сүресің. Ол да саған айтпайды. Жұрттың еркектерін қараш, ананың күйеуін қараш деп айтса, ол да еркекке ауыр тиеді. Сол үшін анау жақында бір интернетте естіп қалдым. Ер адамға дейді, ең ауыр нәрсе дейді, еңбегін құнсыздандырған дейді. Сен дым істеп жатқан жоқсың. Анау ақша тауып таңертеңнен кешке быт-шыт болып таксовать етіп, немесе жұмыс істеп жүр, сен ақша тауып жатқан жоқсың. Мен не істеп жүрмін айналайын? Осындай құнсыздандыру процестері болып отыр. Бір жігіт танимын мен. Досы бар да. Мынау досы шетелде қыдырады. Маған кеп айтады ғой. Ананың шетелге барып қыдырып жүргені дейді, соны Инстаграмға салғаны. Менің әйеліммен үйде қырылып кетіп, үйде төңкеріп жүрген, сол жетеді дейді. Бір адам ғана жетіп тұр дейді. Аналар барып жатыр ғой. Аналар жүр ғой. Аналар бүйтіп жатыр ғой. Бітті анау деген айтады, мен білмеймін не істерімді елдос дейді. Көрдіңіз қалай ауыр тиіп жатыр. Зачем сен салыстырасың біреумен? Салыстырма ешкіммен. Өзің мақсат қой. Өзің бағыт, бағдарыңды қой. Сол ғой мәселе. Әркімнің бақытты болу формуласы әртүрлі. Біреу балық жақсы көреді, біреу ет жақсы көреді. Біреу шашлык жақсы көреді, біреу басқа тамақ жақсы көреді. Бірақ бүкіліміз бір формуланы елге енгізгіміз келеді. Олай болмайды. Сол үшін әлеуметтік желі осындай күйде әсер етіп жатыр. Сол үшін мен айтар едім, әркімнің өмірі. Мен басында, шын айтайын, өзімнің тәжірибеммен бүкіліне жазылып алып сөйтіп көріп жүре беретін барлығын. Кейін оның барлығын тоқтаттым. Жоқ, болды. Дұрыс нәрсе іздейік, дұрыс нәрсе қарайық деген сияқты бір ұстанымдар бар, Аллаға шүкір. Көрсең де бүйтіп, жаңағыдай, кішкене сенің келмей тұрасың кейбір мәселелерге. Сен де бір бақытты болса да, бақытты болсыншы дейсің де жүре бересің. Осы нәрсе әлбетте руханиятқа әсер етеді. Енді жаңағы сол сұрақтың ішінде енді бұларды қалай дамытамыз деген сияқты, мен жаңағын айтар едім. Дәл солай өзіңе не қойып қой, график қойып қой, план құрып қой, дамудың да. Сосын өзіңді тағы да ешкіммен салыстырма. Өзің жылжып жатсың ба ең бастысы? Өзіңде алға қарай жүріп жатқан қадамдар бар ма? Кешегі бір ай бұрынғы дәулет сәл басқаша болды ма? Сәл бір-екі кітапты ақтарып көзмайын тамызды ма? Иә. Пайдалы подкасттар көріп ішінен инсайттарды жазды ма? Иә. Ішінен арасынан бір-екі қағиданы өміріне енгізді ма? Иә. Альхамдулилля. Онда сен тура жолдасың. Онда сен жақсы жүріп жатсың. Болды. Сол үшін өзіңді басқа біреумен жарысып, салыстырып тоқтату керек. Осы нәрсе бізге ауыр тиіп отыр қазір. Осылай жауап беретін едім қысқа. Қысқа жауап бердім ба? Әлі ұзақ болып кеткен жоқ па? Жоқ, өте сондай ашықтап түсіндіріп бердіңіз. Енді мен жаңағы не дейді, сугубо личное дейді ғой, мен бұл өзім жеке пікірім.
Жеке пікірім, біреу менің пікіріммен келіссін, келіспесе өздері біледі. Мен адамдарды сыйлаймын. Мен адамдарға айтпаймын, бізді көріп отырған көрермендерге, мен айтқанымды істеңдер деген. Мен тура айтамын мен деген сияқты. Ондай жоқ. Бұл менің өзім пікірім. Егер шынымен де менің пікірім сіздің өміріңізге сәйкес келіп, жөнді көріп жатсаңыз, істеңіз. Жоқ десеңіз, онда басқа кісілерді тыңдап көріңіз деген. Өзіңізге бір пайда. Пайдасын. Абай сияқты ғой, басында қара сөзін сөйтіп бастайтын еді ғой. Ал жаздым дейді. Пайда алатындарың пайда алыңдар, алмайтындарың қойыңдар, онда өзім үшін жаздым дейді. Жаңағыдай сөйтіп айтады ғой. Ұстаз, келесі сұрағымыз енді еліміздің әсіресе батыс өңірінің жастары ресми шетелдік теологиялық оқу орындарына ешқандай арнайы жолдамасыз өз еркімен білім алуы, теріс діни ағымдардың ілімін игеруі жиі кездеседі. Осындай жастарға айтар ақылыңыз қандай? Мұндай оқу орындарында білім алудың зияны неде? Бұл мәселені қалай шеше аламыз? Мен біріншіден былай айтайын. Бұның зияны ең бірінші неде? Адам бір барып оқиды ғой, ешқандай базасыз, ешқандай бір дайындықсыз, нөлден барады. Кейбір кезде мен байқайтыным, енді білім деген шыны керек, енді адам білім алған кезде өзі бір айтады ғой. Білім бірінші надандығымды кетірейін, амал жасайын, сосын оны өзгелерге жеткізейін деген 3 ниет болу керек дейді адамда. 3 ниет болу керек. Надандығымды кетірем, оны не істеймін, амалға асырам, алған білімімді, сосын өзгелерге жеткізем. Міндетті түрде осы 3 ниетпен, осы 3 нәрсемен, мақсатпен сіз білім алуға кірісу керексіз. Ол біріншіден. Екіншіден, кейбір кезде адамдар білімді алып алады да, амал ары қарай асырмайды. Тек қана білім алумен ғана шектелген адам кейбір кезде бір тәкаппарлыққа ұрынып, жұрттар оны мақтап, өзінің жаңағы оқитын жерінде бірегей болып көрініп та, сол кезде мен байқайтын кейбір мынандай аурулар бар. Бір андай адамдар айтпай жүрген, ешкім естімей жүрген, бір ғарип дейді ғой, бір өте сирек, бөтен кездесетін бір информация тауып алады жаңағы кітаптан. Қиыла деп тұрады дейді ол нәрселерді. Жаңағы біреу айтқан деген, соны тауып алады да, андай ешкім айтпаған нәрсені айтқысы келеді да, жаңалық қылып ше. Соны айтам деп, жаңағы өзіне авторитет жинайын деп, кейбір кезде ел жұрт дағдарыстап жатады. Ол неге? Пайдан болады, адамда дұрыс фундамент болмағаннан, дұрыс емес адамдардан білім алғаннан пайда болады. Мен бүйтіп айтамын. Неге біздің елде бүлік шығып кетті? Неге пайда болды десем, мысалға мен 2020-22 жылдары Мысыр еліне бардым. Ол да жолдамамен болды. Негізінде Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына арнайы хат келген. Осылай имамдардың ішіндегі жаңағы кейбір кісілер Ал-Азғар университетіне түсем десе, солар осындай тест тапсырсын деген сондай бір не қылды. Сол кезде біз тест тапсырдық, жаңағындай сондай бір жолдам не болды, тест тапсырдық, тесттен өттік, балымыз барлығы көрсетілді. Сөйтіп барып, жаңағындай 2020-22 жылдары мен бардым. Барған кезде де мен негізі өзіме сондай бір мақсат қойған, мен ол жақта соңына дейін бітіріп тастаймын, соңына дейін барып. Өйткені білімнің түбі жоқ шыны керек. Сен оқиын десең, оқып жүре бересің де. Жоқ, мен бір азғантай уақыт болам өзім үшін көрейін, шетел деген не өзі жалпы деген сияқты. Бардым. Сол кезде Ал-Азғар университетіне, альхамдулилля, сол жердегі ғалымдардан сабақ алдық. Бірыңғай. Мен сабақ алған кісілердің барлығы, альхамдулилля, Ал-Азғардың үлкен шоқ жұлдыздары. Альхамдулилля. Сол кезде ол кісілер мынандай сөз айтатын. Бірінші дейді, біздің елдегі проблеманы дейді, қараңызшы, өз еліңе апарма дейді, субханалла. Біздің елдегі проблеманы, біздің ішіміздегі болып жатқан фитнаны өз еліңе апарып, мынандай бар екен деп қозғама. Өйткені ол сенің еліңде жоқ. Еліңдегі бар нәрселер шешуге тырыс. Бар нәрсеге тағы да бірдеңке қосып әкеме. Міне осындай үгітті айтады. Және де бүйтіп айтады. Оқып бітесің ғой дейді. 1 жыл пәтуа берме дейді. Мағара. Сөйлеме дейді вообще. Өйткені сен келген кезде елдің хал ахуалын білмейсің сен әлі. Сыртта жүргенсің сен, ұмытып қалғансың сен. Әлі ел қандай жерге өзгеріп жатыр, қалай жүріп жатыр, қалай жүзіп жатыр, сен түсінбейсің әлі. Сол үшін 1 жыл пәтуа берме деп айтады.
осындай алтын кеңестерімен шығарып салатын ғой бізді. Альхамдулилля, біз сондай кісілерден сабақ алып келіп, ешкім бір жерден 7 қоян тапқандай болып жатқан жоқ. Аллаға шүкір да. Әркім өз деңгейінде сабағын беріп, уағыздарын айтып, ел жұртқа сыйлы азаматтар болып жүр. Иә. Осы қателіктер орнатты. Осы қателіктерге. Одан кейін мынау жолдамасыз баратындар бар ғой көп жағдайда. Мен айтайын, жай өздігімен кетіп қалатын. Олар көп жағдайда Ал-Азғарда оқымайды олар. Олар сондай бір міндеттелген елдің мынау мойындалған университеттерде көп жағдайда оқымайды. Олар барады да, сол жақтағы бір орталықтарды тауып алады, марказдарды. Сол жерге барып кіреді, сол жерден бір тағы да белгісіз бір жақшаның ішінде бір ғалымды тауып алады. Жақшаның ішінде ол ғалымда емес, ол біреуді тауып алады да, содан сабақ алып келеді. Кімнен сабақ алды? Ешкім білмейді. Ол қайда оқыған? Осы қайда білмейді. Содан біреу сабақ алып келген өзі. Өзі қашып жүрген, не депорт болып әрең келген, не депорт болмай жаңағындай полициялардан қашып, жаңағы виза аламай сөйтіп, әр жерде тығылып, сөйтіп келген. Сондай барлығы мен білем ғой, көрдік қой. Сауд Арабиясында сондай. Ана Жамиатул Исламияға Умул Қораға түспей қалғандар сөйтіп қашып сөйтіп жүреді да, сандалып жүреді да. Бір күн ұсталған кезде Қазақстан посольствосына звондайды. Ұсталып қалдым, көке деп. Жалынады, біздің Қазекеңнің аяп жарайды деп, кейбіреулерін жаңағындай жарайды еліңе бар деп жібереді. Сөйлесіп ана жерде. Сол кезде біздің еліміздің абыройы түсіп жатыр да, одан же мысалға жалынасың да, жаңағы осындай кеп қойып сендерге байқамай деп ше. Сондай мәселелер ғой. Сол үшін ол тіпті неде де бар. Мынау ар-рихлату фи талабил хадис. Сондай кітаптар бар ғой ғалымдардың. Ішінде шатаспасам Хатиб аль-Бағдадидің кітабы бар сондай. Ілім талап етудегі адамдардың нелері, сапарлары жайында. Көп қой сапарлар, сахабалар қалай білім үшін талап еткен. Сол кезде адам сапарға шығу үшін, басқа жақтан білім алу үшін ең бірінші шарт бар. Қандай? Оны бүкіл жерде айтамын мен. Өзің жеріндегі адамдардан бір сабақ алу. Алсай сен бірінші. Содан барып үйрендің, болды үйрендім, медресені оқыдым, Нұр-Марк университетін оқыдым, бисмилля. Оны оқымадың ба, елдің базасын білмедің ба, ертең елге бүлікші болып келесің. Сол үшін ғалымдарымыз не дейді? Дінге ең көп зиян алып келетін негізінде сол жаңағы не дейді? Шала білімді, немесе білімі жоқ адам дейді. Исламға ең көп зиян тигізетін білімсіз мұсылман дейді. Бір достар болады ғой, жаңа саған пайда тигізем деп зиян тигізіп қояды, жаңа сені құтқарам деп жаңағы сені батпан құйрыққа кіргізіп жібереді. Сондай бір адамдар болады ғой өзі. Жақсылық істеймін деп жамандық істеп қояды байқамай. Бейшара сондай да. Өйткені білім жоқ. Осы нәрселерге мән беру керек. Сол үшін де осындай бір үгіт насихаттарды жүргізу керек деп ойлаймын көп жағдайда. Өзіміздің елдегі білім бірінші тауысу керек. Оның үстіне мен бүйтіп айтайыншы, біздің елдегі медреселерде, Нұр-Марк университетінде де шатаспасам, сол Ал-Азғар университетімен договор бар. Бізге сол жақтың ғалымдары келеді. Медреселерде де жүреді. Бір-екі ғалымнан жүреді. Біз олардан сабақ алмаймыз, осы шыны керек. Ал енді қазір мынау Нұржан деген ұстаз бар ғой, Нұржан ұстаз. Нұржан Смағұлов атын айтайын толық. Мен Нұржан ұстазбен біз бірге оқығанбыз, бір потокта, бірге лекцияда отыратынбыз. Мен Нұржан ұстаз сияқты бір сирек бірнеше ғана адамды көрдім, сөйтетін Нұр-Марк университетінде. Ол кісі не істейтін? Машинасымен жаңағы кісілердің қызметін жасайтын. Қызметін, бүкіл жұмыстарын, шаруасын, бүкілін орындап кетеді да, сол кісілерді өзі алып кетіп, түні бойы сол кісілермен сабақ оқып отырады. Былайша айтқанда разылығын алады да, сабағын оқып отырады. Бір күні келеді Нұржан. Мен қараңдар, ихтиярдан ижаза алдым. Имам Маусилиға дейін, альхамда, санатпен сол кісіге дейін ижаза алдым. Мен санатымда мына кісі бар екен деп, бір суреттерді көрсетіп жатыр сол кезде, есімде асханада. Сол кезде
біз әлі жүрген былайша айтқан кезде енді бір кітаптарды оқып жүр, ол уже мынадай кітаптарды бітіріп тастағанда еще санатпен полный ижазасымен шейхтардан ал сол кезде бітіріп тастаған. Ұстаздарды ұстап алады қолынан, ұстаз қызметін жасайды да, бірақ соны жаңағыдай ерекшелеп сабағын алып алады да. Бүкіл ана кісідегі бар білімді алғанша дейін тоқтамайды. Бүкілін жасайды, ақшасын сарп етеді. Ана кісі машинамен бір жаққа апарып келеді да, бірақ ұстаз сабақ оқиық дейді да. Сосын бір кезде ұстаз толық ана Нұржан жақсы көріп сабағын беретін барлығы. Бұл кісі солай сабағын алып, білімін алып, ұстаздардың ешқайсысын жібермей білімін жетілдіріп алды да. Міне ақылды адам. Міне ақылды адам да. Ол сондай әрекеттер біз жасамаймыз да. Кейін ұстаздарымыз жүретін. Біздің басымыз жетпейді ғой сол кезде. Айтатын ана ұстазға, біз еще өзіміз анандаймыз ғой. Бізге сабақ оқы десе оқымаймыз ғой біз. Сабақ оқы десе оқымаймыз. Қосымша сабақ болып жатыр десе, демесе бар ғой. Қосымша сабақ алайықшы деп те айтпаймыз ғой біз. Ал алайықшы дейтіндер бастары бірікпейді. Солай болады да. Постоянно ол мәңгілік проблема, мен оны күнде көретін, постоянно көретін көз алдымда. Сол кезде ұстаз айтатын, бір 10 бала бірігіп, сол кезде Ерсін ұстаз нұрбалак сабақ береді. Ерсін ұстазға барып, ай ұстаз, имам Байхақидің әл-асма ва сифат, әл-иғтиқат ва ал-хидая фи сабил ар-рашад сабақ беріңізші десең, бір 10 бала жиналып тұрмыз мына жерде. Тұрақтымыз, қамаймыз, сабағыңыздан қамаймыз ұстаз. Десеңдер, ұстаз жоқ демейді ғой дейді. Біз бірақ өйтіп істей алмаймыз да. Барлық ұстаз өзі жүгіріп, әрі жағып. Олай болмайды. Білім олай алынбайды. Сондай бір проблемалар бар енді. Қатты терең кетіп қалдым ғой. Әдемі. Өзіміздің елімізде де яғни оқуға болады дегендей. Конечно. Конечно. Оқуға болады, оқу керек, сол оққаннан кейін егер барам десең, бар, Ал-Азғар университетіне деген сияқты. Шетелді сол кезде көр. Ұстаз, енді келесі сұрағымыз, Аллаға жақын болу үшін адам ең әуелі неден бастауы керек? Енді бұл сұрақтың негізі жауабы оңай. Адам Аллаға жақын болу үшін парыз амалдардан бастау керек. Өйткені Алла тағала қасиетті Құран кәрімде дейді. Қасиетті Құран кәрімде деп хадис бар, құдси, Бұхарида келетін. Сол кезде Алла тағала айтады, құлым маған парыз амалдар сияқты басқа ешқандай амалдармен соншалықты қатты жақындап көрмеген дейді. Ең бірінші сізді Құдайға жақындататын нәрсе парыз. Сол үшін бізде мынандай кісілер кездесіп жатады да, ұстаз дейді, мен тахаджуд оқысам бола ма дейді да. 5 уақыт намаз оқымайды. Тахаджуд оқысам бола ма дейді да, бірақ. Өйткені анау Ерлан ұстаздың тахаджуд жайында ол күшті уағыздарын тыңдап алғанда, енді ұстазда күшті қылып айтады ғой енді. Ол шынымен де сол тахаджуд деген намаз сол бүкіл айтылған нәрселерге лайықты, дұрыс. Алла береді. Түннің ішінде ешкім естімегенде бүкіл ұйықтап жатқанда Құдай естиді деген сияқты. Ұстазда күшті қылып айтып береді ғой. Бірақ мен бүйтіп айтамын. Сол тахаджудтың орнына деймін, таң намазын оқышы деймін. Сол тахаджудтың орнына таң намазын оқышы деймін. Мен айтамын, уаллахи, сол таңның намазының парызы, керек десең сүннеті тахаджудтан артық. Уаллахи. Егер Құдайға хотя бір намаз оқиым деп баста, өз-өзіңе не, онда таң намазынан баста, тахаджудтан емес бірақ. Тахаджудты қашан қосады? Осы 5 уақыт намазды қашан меңгересің, сол кезде қош. Сол кезде қош. Өйткені солай ол діндегі қағида ғой, қағида. Құлым маған парыз амалдар сияқты басқа еш нәрсемен жақындап көрген емес дейді. Бірақ егер де сол парыздарды орындап, одан кейін тағы да нәпілдерді орындаса дейді Алла тағала, міне ол уже сол кезде маған тіпті қатты жақындайды дейді. Не дейді? Мен оның көретін көзі, ұстайтын құлағы, жүретін аяғы, сол болам дейді. Не деген сөз? Сенің көзіңді, аяғыңды, қолыңды, барлығын мен өзім харамнан сақтаймын да. Сол нәрселерге саған не беріп, тауфиқ беріп, керісінше сауапты істерге қарай сені көп итермелеп отырам деген сөзді. Өйткені білесіз, мынандай қағида бар. Жазаул хасанат, ал-хасанату бағдаха дейді.
кез келген жақсылыққа берілетін сыйлық дейді. Одан кейін да жақсылық жасауға берілетін мүмкіндік дейді. Бүкіл ғалымдардың бұл сөзі кітаптарында кездесетін да. Сол себепті біз өйстіп айтамын, мен парыздарды орындаңыздар деймін. Ораза ұста, зекет бер, жинап зекет беруге тырыс. Ораза ұста, үлкен қажылықты орындауға тырыс, ақшаны жинап. Ең бірінші парыздар. Енді парыздарды орындалмай жатсаңыз, кейбірлері бізден бар ғой енді. Бірақ оларды да мен тыймаймын. Бірақ жаңа тахаджудқа қатысты осылай жауап беретін едім. Осындай кішкентай ғана амалдардан бастасаңыздар, нұр үстіне нұр болады. Ұстаз, енді келесі сұрағымыз, жастар арасында тақуалық артта қалғандық деген түсінік бар дейді. Осыны қалай түзеуге болады дейді. Кейбір адамдар ойлайды ғой енді, дін деген ол, кейбір адамдар дегенде көпшілік дінді білмейтін адамдар сөйтіп ойлайды. Дін ол ескілік. Бірақ олай емес қой. Дін ол ескілік емес, дін ол мәңгі бақи жүретін қағида. Мәңгі бақи жүретін қағида. Егер де, ұстазымыз сөзі бар ғой, егер де жаһандану, даму деген, ол шешіну деген мағынаны білдіретін болса, біз онда ондай дамуға қарсымыз. Ал егер де даму, не нәрсе? Ұшатын машина ойлап табу, роботтарды ойлап табу, адамдардың өмірін жеңілдетуге арналған нәрсені ойлап табуға болатын болса, онда да ислам оған қарсы емес. Ислам саған асфальт сама деп жатыр ма? Ислам саған Тесла ойлап таппа деп жатыр ма? Әлде ислам жаңағындай не деді? Интернет керек емес. Ауылда интернет керек емес. Ауылда интернет тұру керекпіз барлығымыз деп жатыр ма? Жоқ. Тап. Тегіс пайдасын. Құдайға шүкір, мына қазір ауылда тұратын кісілерді андай чиптар ойлап тапқаннан кейін әрбір малына сол чиптарды тағып қойып, соларды сонымен контролировать етіп, жоғалып қалса сонымен іздеп жатыр ғой. Бұл адамның өмірін жеңілдету емес пе? Адамның өмірін жеңілдетуге арналған нәрсе болатын болса, онда ислам оған қуаттайды. Оны маслаха деп біледі. Бұны Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның адамдарға, Аллаға ең сүйкімді, адамдарға ең пайдалы болғаны деген хадиске кіре береді одан. Онда кіре береді. Осы ең мәселе. Ең бастысы не істемеу керек? Исламның өзінің қойып қойған принциптарына. Қандай? Жаңағындай, Құдай сақтасын, біреудің ақысына кіріп кетпеу, жаңағы зина деген сияқты, зина деген күнәға көбейтпеу, шешініп кетпеу, арақ-шараққа беріліп кетпеу, мысалға да. Бізде қазір ол проблема емес қой. Бірақ мынау басқа мемлекеттерде эскорт деген мәселені кәдімгідей андай не сияқты қабылдайды. Ол да бір мамандық дейді. Ол мамандық емес ол деген. Ол деген ұятсыздық, ол деген нағыз опасыздық. Ол деген қыз баланың абыройын түсіру, соның ар-ожданын, ұятын ақшаға сату. Біз ондайға қарсымыз. Біз ондай даму деп айта алмаймыз. Оған барып айтсаң, сен не істеушін? О, на дворе 21 век, алло, деп қояды саған. 21 век, это не значит, что надо делать все, что тебе хочется деген сөз да. 21 ғасыр деген сөз қалағанын істей бер деген сөз емес қой. Құдай сақтасын. Сол үшін де тақуалық деген не? Тақуалық деген жай ғана, мысалы мен бастықпын. Мен компаниямда көп адамдар істейді. Мен тақуалық таныттым деген не деген сөз? Мен компаниядағы адамдардың айлықтарын уақытылы берем. Және де айлықтарын қалай келістік, солай берем. Ақыларын жемеймін. Міне осы. Міне бұл менің тақуалығым. Бұл не артқа тарту ма не? Бұл деген керісінше емес па? Бұл деген керісінше қоғамдағы әділеттілікті орнатуға көмектесетін үлкен бір фактор емес па тақуалық деген? Ол артқа тарту ма? Жоқ, артқа тарту емес. Бірақ неге артқа тарту деп есептейді адам? Өйткені сізге тақуалық не деп айтады? Кальянный ашпа дейді. Кафе ашасың ба? Арақсыз болсын дейді. Адамдарға бірдеңке сатасың ба? Под процент емес дейді. Міне осы. Бұл артқа тарту емес қой бірақ. Бұл не деген сөз? Под процент сатпа деген біреуді батпан құйрыққа кіргізбе. Біреуді қораға тықпа. Біреу сенің жанағында кеп кафеге кеп ішіп ап, мұрын бұзуға бір-бірлерінің себепкер болма деген сөз да. Бұл тек қана сол емес па?
бұл да дәл сол сияқты адамның хақысына кіріп зиян тигізіп жіберме деген сөз да. Бұл артқа тарту керек, тарту деген ұғым болатын болса, онда біз оған қарсымыз. Бұл дамымай жатыр, дамытқызбай жатыр бұлар бізді десе, онда біз оған қарсымыз. Онда біз дамымай ақ қойдық. Ал егер даму дегенді, тақуалық дегенді манағындай біздің айтқан өлшеммен істейтін болсақ, онда біз сол нәрсені қолдаймыз. Осылай айтар едім онда. Ұстаз, осы орайда сұрағымыз, тақуалық пен табысқа жету, яғни дүние істерінде арасында қарама қайшылық бар ма? Жоқ, тақуалық пен табысқа жету деген, керісінше, неге біздің дініміз адамға тақуалық пен табысқа жету деген сөз адалынан тап деген сөз ғой негізінде. Бізде пайғамбар хадисі бар, біз білеміз. Инналлаха тойибун ла яқбалу илля тойиб. Алла өзі таза, тек таза нәрсені ғана қабыл етеді. Солай да. Сол үшін да қағида тақуалықпен, бір әділдікпен, адалдықпен Құдайдан қорқып ақша тапсаң, оның берекеті көбірек болады. Оның берекеті көбірек болады. Берекет деген не? Берекет деген бір нәрсенің көп болуы емес, бәлкім бір нәрсе болса да, содан жақсылықтың көп болуы. Мысалға мен бүйтіп айтамын. Біреуде мысалға 7 машина бар. Әрқайсысын біреуін жұма күні тебем, біреуін сенбі күні, жексенбі күні деп, әрбір аптаның әрбір күніне бір машина тебем деп алып қойған. Мысалға дейікші. Біреуде сондай көп машина бар. Ал біреуде бір-ақ машина бар. И то ол машинасы ондай мықты болмауы мүмкін. Простой. Жаңағындай қазір халық көп теуіп жүрген, кобальт деп айтайықшы. Кобальт бар мысалы біреудің. Бірақ ол кобальтпен үйінде салып алды. Балаларын бүкіл оқуын төлеп жатыр. Құда-құдағиларында күтеді. Біреуді күтіп алады, біреуді апарып тастайды. Кобальт бүкіл шаруаға жарап тұр. Бұл берекет деген сөз. Бір машина, бірақ берекет шашылып жатыр да. Жан-жақтан содан шығатын жақсылық көбейіп жатыр. Берекет деген осы. А біреуде 7 бар, ешкімге пайдасы тимейді. Біреуін ат шығып теуіп жатса, балонына не істеп атылып кетеді. Енді бірден кестейін деп жатса, жаңағындай біреумен соғысып қалады, бірден проблемасы болып қалады. Анадан ол көп, тағы да басқасын алайын десе, оның кілтін жоғалтып алады. Үшіншісін алайын десе, оны әйтеуір бір не да, көп, бірақ ешқандай да не жоқ. Бір жақсылық әкеп жатқан жоқ, сенің абыройыңды көтеріп жатқан жоқ та ешқайда. Міне бұл берекесіздік деген осы ғой. Сол үшін тақуалық пен табысқа жету деген, бұл ең біріншіден берекет деген сөз. Және де тақуалық пен табысқа жету деген сөз. Үйге адал нәрсені алып келіп, бала-шағаңа адал тамақтандыру деген сөз. Адалмен тамақтанған адам жүрегі таза болады да, ол да Құдай қаласа бәрібір түбінде Құдайын мойындайтын азамат болады. Өйткені мына жер кірлемеген. Мына жер әлі тап-таза да. Бір жолдас бала бар. Әкесі бір қызметте болған, айтпай-ақ қойын қандай қызметте. Бірақ ол қызметтегілер көп жағдайда көп не алады? Пара алады. А ол жігіттің әкесі алмаған. Мүлдем алмаған. Намаз оққан, алмаған. Оның жанындағы кісілердің барлығы уже мультимиллионер болып кеткен. А ол қарапайым мемлекеттің тағайындаған айлығын алып, адалдықпен жұмыс істегенді. Мен жаңа жолдас жігіт намаз оқиды. Мен айтам, сенің намаз оқуың деймін. Сен жүрегіңнің тазалығы, намаз оқып жүргенің, сенің адал кәсіп жасап жүргенің, адамдардың хақсыларына қатты қарайтындығың, сол сен әкеңнің тақуалығының себебінен болуы әбден мүмкін деймін. Көрдіңіз бе? Кейде сөйтіп атамыз ғой. Мен балама айтам, тыңдамайды. Вроде мен намаз оқимын, вроде шешесі намаз оқиды. Бірақ маған не болып жатқанын білмеймін. Онда қарап алшы бір рет. Адал табысың адал ма? Яғни сен тақуалыққа кішкене бет бұрып отырсың ба? Әлде одан алыссың ба? Анализ жасау керек та. Тақуалыққа салған адам ешқашан ұтылмайды сол үшін. Біз оны керісінше тақуалық бізді жаңа бір жерге қадап қояды деп ойлаймыз да. Ал Алла керісінше айтады. Не дейді? Ярзуқу мин хайсу ла яхтасиб. Күтпеген жерінен ризық несібелеріңді берем. Уяжаллаху махража. Саған не істеп берем? Кез келген тығырықтан шығатын жол тауып берем дейді. Сол үшін тақуалық деген ол тек қана құтылу. Біздің түсініктеріміз өзгеріп кеткен.
Неге? Өйткені біз қоғамға еріп кетіп жатырық та. А мұсылман қалай болу керек білесіз бе? Қоғамды ерту керек керісінше. Ол қоғамды өзінің артынан ерту керек та керісінше. Ол былай жасалады, былай емес деп та. А біз керісінше солармен бірге еріп, солар айтқан сөздерді айтып, ұрандарын ұрандатып жүрген жайымыз бар. Өкінішке орай. Енді ұстаз, осы орайда мемлекет қызметінде, бизнесте жүрген мұсылман қалай тақуа бола алады? Бірақ жолмен. Бүкіл ғалымдар айтады, жігіттер айналайын, қарындастар, бауырлар, кім мен тыңдап тұр? Тақуалық тек біліммен болады. Тек біліммен ғана болады. Оқып, қағидаларды жаттап, түсінбесең бар ғой, никакой тақуалық жүрмейді да. Никакой тақуалық жүрмейді. Валлахи тақуалық деген тек қана біліммен ғана болады. Бүгін ғалымдарымыз, имам Ибн Раджаб, кім болсын бұған келіседі. Әл-илму қабл қаули вал амал. Білім сөзбен істен алдын тұрады. Сол үшін кез келген сала, қандай салада кірейін деп жатсың, соған байланысты кітап, діни нелерді оқы, қағидаларды оқы, қай жерде олай, ол жерде қалай істейін, не нәрсе рұқсат емес, соны істе. Болды, Алла берекетін береді сізге. Бізде қазір елде, Аллаға шүкір, салады көптеген мамандар көп бізде. Исламский жаңағындай исламский финансы жағынан тарапынан. Ал консультацияға ақша төле, несі бар? Ислам значит тегін деп ойлайды да бізде бүкілі. Жоқ, ешқандай тегін нәрсе жоқ. Бар, адвокаттың да консультациясына төлесең ақша төлейсің. Нотариустың услугасына ақша төлейсің. Психологқа барам десең де ақша төлейсің да. Автобусқа мінсең де ақша төлейсің ғой, водитель алады ғой, соны, дұрыс па? Бұл жерде не енді жаңағы? Ол не үшін оқыды сонда? Барып шетелге шимай тағамыз бүкіл ақшасын жұмсап, бейшара болып, үйлерінен сөз естіп, әлі оқып жүрсің, жұмыс істемейсің бе деп. Үйлерінен сөз естіп оқып жүр, бірақ сен оған какой-то бір 5-10 мың теңгені бере алмайсың да сен. Бірақ ол 5-10 мың теңге сен ақыретіңді шешіп берейін деп тұр да, ақыретіңдегі есебіңді жеңілдетейін деп тұр да. Бірақ біз сондай болып кеткенбіз, көрдіңіз бе? Мысалы қазір сізге бүйтіп айтсам, сіз мысалы Ақтөбеде тұрасыз дейікші, Дәулет. Сіз Ақтөбеде тұрасыз да. Сіздің сұрағыңызға жауап беретін ғалым Алматыда ғана бар десем. Алматыға баруға желание жоқ. Дейсің да, соны хараммен істей, біз осылаймыз. Мысалға, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы. Астанада орналасқан, ішінде пәтуа бөлімі бар, ішінде біздің ұстаздарымыз отыр. Ішінде дұрыс, Медес ұстаз отыр, ішінде жаңағы Бауыржан ұстаз отыр, ішінде тағы да өзге мамандар отыр. Сансыз ұстаздар отыр. Бірақ сен бармайсың. Сен. Өйткені сен үшін шыны керек ақырет деген чуть-чуть төмендеу мәселе болып тұр да. Бірақ Харгоста арзандар болып отыр. Харгостан арзан товар көзбен көру керек деп айтып жатыр. Келісуді бірінші кездесіп кету керек басында. Сөйтіп кездесесің де кейін ол жылдар бойы саған просто товарды жібере береді. Ой, кеттік дейсің. Қарызданып, адамдан, жұрттан қарызға ақша аласың да кетесің Харгосқа. Не үшін? Дүниелік табыс үшін, дүниелік нені жасау үшін, жаңағындай бірге деген договорлар жасау үшін да. Кетесің. Осылай ғой біз барамыз ғой шетелге, экспорт қылуға. Дүние үшін біз шығады екенбізді, бизнес үшін шетелге шығады екенбізді. Бірақ ақыретіміз үшін біз кішкентай жанымызда жүрген жерге барамаймыз. Біздің өкінішті, біздің халіміз осы екен, не істеген осы болып тұр енді. Өкінішке орай да. Сосын осы мәселелерді жөндеу керек. Сол үшін тек қана мен бір нәрсе айтамын жаңа кісілерге. Білім. Білімсіз тақуалық жоқ. Білім жоқ па, тақуалық жоқ. Өтірік бүкіл. Өтірік. Сол үшін екі проблема бар дейді бізде. Бізде қазір екі проблема бар дейді. Біреулер бар дейді, көп құлшылық жасайды дейді, бірақ ешқандай білім жоқ дейді. Біреулер бар дейді, көп деген білімі бар дейді, бірақ ешқандай құлшылық жасамайды дейді. Біз осы екі нәрсе ғой. Білгендеріміз, білгенімізге амал жасамаймыз. Ана білмейтіндер, наоборот жаңағындай бір какой-то бір нәрселерді шығарып бір істеп жүргендей болады да. Міне осылай біз қосыла алмай жатырмыз. Ал ең жақсы адам білімі де бар, амалы да бар. Сол екеуін бірге ұстанған адамды. Ұстаз, енді біздің соңғы сұрағымыз, осы 2025 жылы елімізде қоғамдық орында бет бүркемелеуге, яғни ниқаб, паранжа киюге қатысты заң енгізіліп, арнайы түсіндірме жұмыстары жүргізілуде. Халық арасында бұл заң орамалға, дінге қарсы тыйым деген пікір белең алып жатыр дейді.
Енді осы мәселені ашып түсіндіріп берсеңіз, ниқаб паранжа киюдің, бет бүркемелеудің дінімізде, дәстүрімізде орны қандай? Анандай бір рет бір не көрдім да, социальный ролик па бір, или бір зерттеу мынандай да, бір өмір бақи бір кісі болған екен да, не істеген, дальнобойщик болған, КамАЗ айдаған да, ауыр машина айдаған. Сөйтсе, мына жақ беті бар ғой, мына терезе жақ қарап тұратын беті бар ғой, сол жағы кішкене бүйтіп андай қызықта қарайып кеткен да, сосын беті нашар болып кеткен да, и бүйтіп андай свисать етіп кеткен, бүйтіп салбырап кеткен да, мына беті. Мына беті күшті болып тұр да ше. Сөйтсе адамның жаңағына үнемі күннің көзіне киіп тұратын, үнемі күннің көзінде, желде болып жатқан жері тезірек қартаяды екен ғой. Кәдімгідей сондай бір не бар қазір, мені көріп тұрған кейбір көрермендер есіне түсіретін шығар, сондайды көргем да. Сол үшін айтайын дегенім, араб елдері ол ыстық мекендер. Хижаздың желдері, Мысырдағы анау болатын топырақ көтеріліп кеткен кезде бар ғой, енді олар не істейді бетін бүркемегенде? Бетін жаппағанда не істейді? Әйелдер былай түсін, еркектер бүйтіп жүрді, әдейі орамал бүйтіп салбыратып алады да, керексіз бүйтіп жауып алып жүреді да. Көрдіңіз бе? Сол үшін да ол ниқаб деген оларда бар. Олардың өздерінде енді таластар бар. Бұл діннен ба, діннен емес пе? Әділдік үшін айтайық, бұл талас бар олардың өздерінде. Бір топ айтады діннен дейді. Ал жаңағы біреулері бар, тіпті мынандай кітаптар жазған. Ан-никаху адатун лайса ибадатун деген сияқты. Сондай бір кітаптар нелер бар. Неке ол ниқаб ол әдет, яғни ол біздің әдет ғұрып, бірақ ешқандай ғибадат емес дейді. Соған арнайы кітап жазып кеткендер бар өздері. Жаңа өздері арабтың ғалымдары мысалға. Сол үшін біз не дейміз? Бұл өздерінің салттары, дәстүрлері. Бірақ бұл мәселенде діннен екен деп айтатын адамдар бар. Онда біз әділдік үшін айтамыз. Ол біріншіден. Екіншіден, біз білетін бұл орамалға қатысты келетін аяттарда Абдулла ибн Аббастың әйгілі тәпсірі. Әйел адамның жүзі не емес деді? Әурет емес деді. Және білекке дейін міне қолы әурет емес деді. Қалған жерін жауып жүрсін деді. Енді қалай жабады? Импровизация сізде. Сізде. Мысалға мен тұрамда, ертең айтам да. Ертең бізде конференция деймін. Әркім өзі білет қалай болып киініп келетін. Бірақ та не болсын? Беттерін көрініп тұрсын, мына жерлерін, қолдарын көрініп тұрсын деймін. Бітті. Әркім өзі біледі ғой қалай киініп келетін. Дәл солай Алла тағала айтты. Болды да. Сен өзің импровизировать етіп не істейсің? Өзің жаңа әурет жерлерін жабасың да, өзің білесің қалай киінетінді. Өзің білесің қалай киінетінді. Біздің қазақтар жаласынан естіген, сол үшін кимешек киіп, өзінің дәстүріне сай бір киімдерді киген. Болды. Оны қазір бірақ ешкім киіп жүрген жоқ, шыны керек, мойындау керек. Кейбір апалар бар, көріп қаласың. Наурызда бар, біреу киіп жүргендей болып қалады, көріп қаласың. Қалған уақыттар ешкім киіп жүрген жоқ оны. Ешкім қазақтың дәстүріне сай киіп жүрін деп жаңағы айту қиындау. Қазір үлкен кісілердің өздері де жаңағы не істеп жатқан, қастарын алып тастаған, еріндерін бояп тастаған, сондай. Ешкім бүкіл бір дәстүрмен жүр деп киімге қатысты айтпай-ақ қояйықшы деймін да. Қазір біз бәлкім абай тақия деп көп шапан жаңағы бір-бірімізге сыйлау, шапан жабу деген бір жақсы үрдістер белең алып келатыр. Ол тамаша. Тамаша, бірақ мен ойлаймын бәрібір орамал киген, әйтеуір жаңағындай өзіндегі бар мүмкіншілігіне байланысты, қолындағы ақшасының мүмкіншілігіне байланысты орамал киген әйелді сөгіп керек емес те. Болды. Міне осы дінімізде. Және де мен бүйтіп есептеймін. Бұны кім түсіндіру керек? Осы заңды егер шығып жатса, заңды шығарайын деп жатса, осы екі аражықты ажыратып беріп халыққа түсіндіру керек та. Біз емес. Или немесе бізге жаңа тапсырма кеседі. Бірақ бізге ондай тапсырма ешқандай келіп жатқан жоқ. Егер де бірақ сондай тапсырма келсе, мен ойлаймын, жаңағы оны аражығын ажыратып беретін, дұрыстап түсініктеме беретін адамдар болу керек. Әдейі айту керек, біз орамалға қарсы емеспіз. Халыққа дөнде жүрсу керек. Сіздер де олар жау тұтып кетпеңіздер, өйткені бір қоғамда өмір сүріп жатқан адамбыз ғой біз.
бұны ара жігін ажыратып дұрыстап бүйтіп түсіндіріп кетпесек, ертең адамдар бір бірлерін түсінбей қалады. Сол үшін ара жігін дұрыстап ажырату керек. Дінімізде бар, орамал кию деген бар. Жаңағы біз соны айтамыз, соны қолдаймыз, соны құптаймыз, және де болған нәрсеге қарсы шықпаймыз, шалмаймыз да. Иә. Бірақ біреу жаңағындай ниқапқа қатысты, жаңағы бетті бүркеуге қатысты, иә, заңнамалар шығайын деп жатса, біз жаңағындай оған қатысты, жаңағы ондай мемлекет солай заң шығып жатса, біз ол мемлекетімізге қарсы шықпаймыз. Қадірменді көрермен, осымен біздің подкастымыз соңына жақындады. Жаңағы әуелі подкасттың басында айтып кеткеніміздей, ұстазымыздың, яғни қажет болса сіздер пайдаларыңызды аларсыздар осы подкасттан. Сіздерге барынша пайдалы болды деп ойлаймыз. Ұстаз, сізге алғысымызды білдіреміз. Келіп тақырыптарды ашып, алтын уақытыңызды бөліп, осылай келіп ақылыңызды, ойыңызды айтып жатқаныңызға Алла разы болсын. Қадірменді көрермен, енді келесі подкастта сіздермен жолыққанша ассалаумағалейкум деп қоштасамыз.